Приветик. Қалайсыңдар? Ассалаумалейкум. Уалейкум. Брат, сенімен прямой түсірем деп, қасында жігіттермен амандасып ұмытып кеттің ғой. Қалайсыңдар? Жақсы, брат, тема өздерің қалайсыңдар? Аллаға шүкір, аман сен. Не істеушісіңдер? Футбол ойнайық деп шамал, тамағымыз тарқатып кішігірім. Немізді тарқатып дейді? Тамағымыз тарқатып. Ішкен тамақты сіндірейін деп па, асқазанға? Мен тамақтысын кім не қылса, былай тұрасыңдар ма? Мен бір кісімен сөйлесіп жатырмын, былай қарай тұрыңдар. Меш кедергі болмаңдар, көлеңкелетпеңдер, мен жарықта отырайын. Бастадың ба пранкты? Бастадым, брат, Қарағандыда бастап келдім, ала қалса келесі жет салат шығармын уже. Ұзақ қылып түсірдің бе, әшейін инстаграмға түсірдің ба? Инстаграмға ғана түсірдім, братан. 1 минуттан қылып салайын деп тұрсың ба? Солай істейін деп тұрмын, енді алла қаласа полный метраж сен қасына барғанда салам ғой. Все. Айналайын бар ғой, Сәтбаевта жаман жұлдыз болып кеткенбіз қазір. Қош, масқарам деші. Масқара, көшеде көрген бәрі ебана дейді қазір. Қош. Кальянный бір жігіт кальянный бір нәрсе ашқан ғой Жезқазғанда. Брат, ебана деп ашсам қалай дейді ғой. Смело дедім. Смело дедім. Айна 30 мыңнан беріп тұрам. Болды ғой дедім. Смело дедім. Күшті. Қалайсыңдар, братан, өздерің қалай іштегі салмақ? Жақсы, аллаға шүкір, аман сен. Қалай, братан? Жаңалық жоқ. Бір нәрселер салып тұрса кішкене инстаграмға. Салып отырмын ғой, ақырын. История, кішкене пост. Алмастың нанын жеп жүрмес сен бала дейді. Мандай әңгімеге қалай қарайсың? Нанымның жартысын үзіп беріп отқан жоқпын ба өзім? Достар, мына төбеде тұрған Әлібек деген жігітке подписаться етіліп қойыңыздар. Өте сондай танытты жігіт. Енді міне бастап пранк түсірейін деп жатыр. Алла қаласа Қазақстанды кәдімгідей төңкерем деп тұр осы тұрғанда. Ақтай бермеш, көтере алмай айтқан сияқтымын. Жидай осы жабылып, Каспий голтына мынау сақал қаратын станок алып берсек бәрі дайын, айналайындар. Братан жігітті помнишь? Ассалаумалейкум. Қалайсыңдар жігіттер? Қатып қалдым пиздесін. Братан жігіт жана, қазір кетірші, мен сен неңмен қосам дейтін жігіт қонау, білесің ма? Тамада жігіт па? Жо, тамада емес, бұл музыкант. Бұл ана өлеңді айтады, тойларда. Сондағы деп тойларда айтатын адамдар болады ғой. Қалай, братан, ештегіз. Бір пранк түсіріп едім, бір қол алып, қолымнан келмейтін сияқты болып, бір андай тайыр дейтін жері бар, соған кіріп, не айтарым білмей, қасымдағылар, сен шықпайды сенен еш нәрсе деп. Қалай, нормально түсіріп қайттыңдар ма? Нормально болған сияқты, еще біз деген iPhone 11-мен түсіргенбіз ғой, дым камера жоқ қой. Күндіз түсірдің ба? Күндіз қолымызға диктофонды алдық та. Болыпты да, сөйтіп не ағы берсің, ала қаласа. Бір камера аласың да, сонымен болды, бастай бересің ғой. Сол, братан, ала қаласа. Сенде самый главный талантың бар ғой, қалған нәрселер сатып аласың ғой, болды ғой. Анау, сторисің бар ғой, братан, анау. Сотта көрсеміз, дейтінше. Жыртылып қалдым, өтірік айтып сен, 10 минут күлген шығарып. Ертең арғын сонымен соттасайын деп жатырмын. Жеңіп шығам, құдай қаласа, бізде. Пранкерлер жасасын дейді. Заринов деген қызды білетін мен, тиктокер ша? Кім? Заринов. Білмеймін. Біз жақта бір айтып, 59 мың подписчигі бар, Заринов деген бар ше? Так. Сонымен бәрі жазады ше, короче. Әлібекпен прямой түсірші деп ше? Содан, короче, Әлібек жарат деп өзінің директор айтып отыр ше, короче, прямойына кіртті ана қыздың. Короче, Әлібек Ибраимов дегенді қосшы, осы жігіт, короче, жарат, ағам мынау деп ше. Содан, анау прямойға кірем ғой, братан. Содан, ебана дегенім ғана кіреді, қалғанның бәрін шайып тастайсың ғой, брат. Қойшы.
брат, сөйтсем ананың аудиториясы мүлдем басқа адам екен ғой. Последний раз сөйтіп 50 жас той басқарған кезде шайғам, содан кейін енді шайып тұрмын ғой. Дұрыс емес, сөйтіп басталу керек қой өзі. Бүйтіп басталмаса қызық емес қой. Бәрі сразу болып бітсе қызық емес болып қалады ол. Сол братан, сөйтіп бетіме түсіп, жаңа жазбағанды жазып подписчиктар. Тіркелдік дейді. Я, достар, тіркеліп қойыңыздар. Мына менің төбемде тұрған жігітке тіркеліңіздер. Құдай қаласа, міне бүгін ертең блогерство жолына тәй-тәй қадам басып, әйтеуір артымдан ерген қарам деп отырмын, осы баланы әйтеуір ерден асырайды деп. Құрысын, қазірден бастап подписаться етіліп қойыңыздар. Ертең таппай қаласыздар бұл жігіт. Так что подписаться етіліп, историяларын, посттарын көріп, әр қызым, жалғызым демекші кішкене қолда жіберіңіздер. Талант бар, таныс жоқ деген таза точка болып тұр да, осыны әңгіме болып тұр да бұл жігітте. Так что бұл жігітті көтеріп жүру өзіміздің қолымызда, сол себепті кішкене қолдап, подписаться етіліп, лайк басып, кәдімгідей красавчик брат, алға тоқтама деп. Алибек кешірім сұрап, видео жіберемін дейді. Ондай да бар екен ғой. Не дейді? Білмедім, боди не болды дейді. Соны айтпаңдар, шефле, жаман тарап кетті. Бүкіл пабликқа шығып кетті ғой, брат. Ё-моё. Соға. Сонымен туысқандарын көріп қоямын деп ұялам, сондай түші. Қалай, брат, үйсіз қалай, аман ба? Үйдегілер қалай, братан? Жақсы, Аллаға шүкір. Мен неден Алматыдан ғой, Таразда ғой мен үй ішім. Үй іші Таразда ма? Магазин ашықтың, брат, құтты болсын айтпақшы. Берекелі болсын. Ой, рахмет балам. Бұйырса, Алла қаласа, бір ыңғайым кеп жатса, сауда жасап тұрмын ғой, бар. Болды, бартерге деші. Сен бартер дегенде нетпейт шығарсың құрсын. Керек емес шығар, саған бартер. Мен саған бартер істеп тұрым ғой, бартерге кеп істеп кетсең болды, рекламаны істеп берсең болды. Ризамын, брат, все таки, братан. Әлібек дәрек оқисың ба дейді, әні? Басталып кетті айналайын. Қош келдің мына өмірге. Суши, пицца жазып атқан жоқ па, рекламалар? Жоқ, әзірге. Бір жаңа жігіт қана жазды, братан, жаңағы кальян ашып едім, сен атымнан ашсам бола ма деген. Жігіт қана айт, мен рұқсатымды бердім, ертең барып Алла қаласа реклама түсірейін деп жатырмын ғой. Масқарам деш. Масқара деймін, братан. Өмірім түс сияқты болып жатыр ғой. Сосын күтіп қойым, алмас болмаса ешкім емес екен ғой деп. Қой енді өйтіп. Неге? Өзіңе байланысты ғой, барлығы алып кету, алып кетпеу. Братан, сол бәрі жазып жатыр, Алмаспен қашан пранк түсіресің деп. Келші енді Алматыға, мен айттым ғой, кел деп. Брат, жол болмай жатыр, шын айтайын ба? Соны енді бір жақты қылып әйтеуір ниет болса, негізі адам келеді ғой не. Менде, братан, жестко ниет бар ғой, менде алдында жазып едім ғой дайректке өзіңе де ше, братан. Сол ғой, братан, сондай жағынан шамалы бір қиындау. Жолдас балалар кетті Алматыға. Жолдас балалар Алматыға кетті, сол еріп кететін адамсың ғой, бірге болатын. Олар бүгін жетті Алматыға. Анау кім? Бисариф деген танитын мен, братан, Сека Вайнстың қасында жүретін. Мен білетін шығарым. Мен кім? Нұрғали дегендер ма қасында жүретін? Аха. Сол брат қой, біз жақта тұрады, тұр, Сатпаевтың жігіті ғой, братан. Ол да Алматыда жүреді жаңа нелермен. Солар ақшаны қырып отыр, осы отқанда. Сейдейді, братан. Анау Секаның 4 машинасы бар дейді. Көрсетпейді дейді ғой. Жағдайын жасап тастаған дейді. Сейдейді. Бір рекламасы қосын 5 миллион дейді. Естідім. Дейді. Азанда дейді. Икрамен завтрак ішеді дейді. Только икрамен дейді. Масқара дейді. Анау әбеттен не ішеді екен, братан? Құстың сүтін ішеді екен. Не қылады екен олар? Масқара екен ғой олар. Қазақстанда тұрмайды екен ғой. Просто Қазақстанға келіп пост салып, стори салып кете ме екен? Екі қатыны бар дейді. Күләш айтып отыр. Күләшті білесің ғой? Сосқы күләш па?
мынау осы анау бейсен тәтемнің неғыл ең кіші қызын 3-ші тоқал қылып алайын деп отыр дейді, ал керекпіз. Ол ма, мен саған айтайын. Алдында бір өлікте болдық. Иә. Күлән бар ғой. Баласы бар ғой үлкен. Иә. Ажырасып кеткен дейді ғой. Қысқа, қайсы өзіміздің бе құрғыр? Өзіміздің есетші, 2 баласымен қатын тастап кетті деп отыр. Оны қоя берші. Мен сен айтам да. Жасың 80-ге келдік. Былай қаратсаң, әбәжептеуір, немере шөбере асырап отқан не әжесің, сақалыңды қыршиш құрсын. Ол ма деп бүйтіп қолтығын көрсетсе, келіңді. Жемін дейді. Сен жалпы баяғыда квн ойнағансың ба? Мен мектепте квн ойнағам, ал былай кәдімгі жайдарманкта вообще ойнамам. Мен айтпақшы, КТА-да ойнағанмын, братан. Қойшы, қай командада ойнадың? Қарағанды облысының құрамасында ойнадым. Красавчик. Бар ма неде ютубта видеолары? 2017-де ойнадым. Бар шығар, братан, болу керек негізі. 2017-де Тұрсынбектікінде ойнап. Сол, братан.